кәдімгідей жынданып бар ғой, кәдімгідей маған сөйлеп жатқан сияқты қуат бар ғой. Кәдімгі ғой, сен қуат, ешкімнен қорықпа, сені қолдайтын мына жақта әскерлер көп Қазақстанда. Сенің басыңмен, сенің ойымен ойлайтын адамдар көп, ешқандай ешкім жоқ, ешкім орыста болып кетпейді. Ешкімде орыстың тілі де керек емес, маған олар дін де керек емес. Біз өзіміз қазақпыз, тіліміз, дәстүр салт болды. Саған кәдімгі біреу сөйлесе жыңып кетті бар ғой, кәдімгі қуат муат десе. Кәдімгі мені боқтап жатқан сияқты болады ғой, мені боқтап, мені не істеп жатқан сияқты болады. Мені қазақтар да боқтайды ғой. Олар енді мысалы мен алдында көрдім, ана қырым қатындарды жинап алған, қырым қатындарды жинап алған да. Сосын қырым қатындарды жинап алып, сен жаманда отыр бар ғой. Қуат? Сен жаманда отыр, қырым қатындарды, қазақтың қырым қатындарды жинап алып, қанат кім бірдеңе деген канал. Сен жаманда, кәдімгі анау жігіт болса, кәдімгі көреді тұрса, анау басына бірдеңе қойып, ананы өлтіріп сотап кезден бар. Одан ше бар ғой. Қатындардың бәріне сен жаманда отыр бар. Мен Қазақстаннан кетіп едім, байқадым ба, бүкіл блогерлер бәрі жамандап жатыр. Бүкіл блогерлер. Енді қуат ол былай ғой. Мына халықтың сана ненің өзі солай, мысалы тарихқа қарасаң, кезінде біздің ата-бабаларымызды сатқан кімдер? Осы өзіміздің қара бауырларымыз да, мысалы Ахмет Байтұрсынов айтады, бәрінен де ештеңе емес, өзімнің ауылдың иттері қапқаны жаман еді дейді да. Сен де қауып жатыр ғой. Қала берсін, олар деген ана биліктің айтқанын жасайды ғой. Билік не айтады? Ойбай, ананы істе десе, олар бәрін жасайды. Сен жаман десе жамандайды. Боқта десе боқтайды. Олар патриоттық сана сезім оларда жоқ. Ешқандай ештеңе жоқ оларда бар, бәрі. Оларға просто қара, сені тек қана қазақ халқы қолдайды. Мысалы, біз сияқты жай ғана адамдар қорғайды. Жай. Ана байып кеткен адамдарға оған ол тіл, дін керек емес оларға. Оларға ұлт болсын, сен кім бол, бәрібір. Сен кіммен негірге шығып атсың ба? Бәрібір байып кеткен адамға да. Біз тек қана халықты халық қылып ұстайтын, тек қана біз сияқты қарапайым халық. Ол негесі оны тарих дәлелдеп тұр. Мысалы, сен сияқты адамдар болмаса, мысалы, қазақ халық құрып кетеді. Мысалы, кезінде Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, мына көп халықтар олар болмаса, мысалы, кезінде орыстар бізді баяғыда басып алатын еді. Мысалы, сен барсың, міне айтып жатсың да, міне қазақта көбі көтерілді, көріп жатыр. Қуаттың айтқаны дұрыс деп. Сені қолдайды, не қолдамайды сені? Несі өзің ойлап қара да, тілі жоғалған адамның өзі жоғалды. Біздер СССРда өмір сүрген адамбыз, біздер көп қорлықты көрдік. Бауырым, мынаны айтшы, енді бұрын тіл майданында болған адамдар, блогерлер, солар нағып маған қарсы шықты. Олар бәрі, сен, мана орыстар айтады, казачок дейді ғой, саған посланный казачок. Саған олар жіберген тыңшылар ғой. Мына Павлодардың блогері, неге мен алдында Қуат аға футболка алып, мен тіл майдан жауынгерім, енді боқтап жатыр кәдімгі. Диас па, диас? Неге, не деп ойлайсың? Енді мен оны бірінші рет баяғыда көрдім, оны нелерді көрсетіп жүргенде, қасына орысты көрсетіп еріп жүрді, ол Нұротандық, оны сен өзіңде айттың да, оны мен алдында көрдім. Сен ол басқа бағдарламаларды қара, мен қазақты бүкіл бағдарламаға, сонда ол сөйлесіп жүрген жігіт, орыс жігіт. Ол қазір үйренген адам. Ол баяғыдан қазақ тілін үйренген. Мен сияқты, сен сияқты сөйлеп тұрған жоқ. Сенде мысалы құтта акцент бар да, менде акцент жоқ. Мен есі кәдімгі қазақи адаммын. Мен орысша білмейтін адаммын. Анадан біздер кәдімгідей білеміз. Анау орысшадан қазақша үйренген адам. Қазақша дұрыс сөйлей алмайды анау. Кәдімгі үйренген. Осы көп болса 1-2 жылдықтың ішінде үйренген адам. Енді Қуат, енді мысал қарада мен оқымаған, тоқымаған адамға да белгілі ол Нұротанның адам екені. Ол аяқ астынан емес, оның бәрі кәдімгі жоспар құрылған, жоспар қылып, бәрі де солай. Оның бәрі өтірік емес, оны кімді алдайды? Мына басы бар адам құтта ойланады да, мынау былай екен ғой дейді. Мысалы, мен енді сен жайлы көп ойландым да, мысалы, сен жақсы. Әйтеуір енді арабша сөйлесең де, әйтеуір неше сөйлесең де, орысша сөйлесең де, әйтеуір қазақтың тілін қорғап жатқан сенсің да. Мен сені қолдаймын. Сосын артынан барып, арабтың тілдерінде бәрін құртып, тек қана қазақ тілін ұстау керек. Тек қана қазақ тілін. Біздің қазақ тіліне бірде-бір Мен негізі қазақ тілді қазақ. Мен Дәңгірбай деген Әулиекөл ауылдан шыққан, мен орыс тілін білмеген баламын. Сосын мен Қостанайға көшкесін тілім шұбырланып кетті да.
мен орысша білмей ауылда Дәңгірбай деген орман ішінде кілең қазақи ауылдан шыққан қазақпын. Енді қуат, мен сенің кәдімгі жан күйермін. Қалай сен орысша айтқанда фанат дейді ғой, мен сенің фанатыңмын. Мен сен үшін тұрам, сен жаман болсаң да мен сені жақтаймын, жақсы болсаң да мен сені жақтаймын. Мен сенікімін, мен сенің мысалы әскерімін тұрған бар ғой. Рахмет. Мен сен әскерімін, неге мен қазақ болып тұрып өзімнің ұлтымды, өзімнің тілімді сатамын. Мен қалдай онда мен еркекпін, бұтыма мынандай шалбар киіп жүрмін. Мен өмірде баяғыдан солай. Сен саған маман рұқсат бере ме? Мүмкін маман рұқсат бермесе үйде отыр десе не дейсің? Менің шешем қайтыс болған. Мен шешемнен еш уақытта ананы мынау деп мен сұраған адам емеспін. Мен нағыз қазақпын. Өзім сияқты. Ешкімнен ештеңе сұрамаймын. Өз басыммен өмір сүремін. Рахмет. Біз қазақ халқын оятқан, мысалы сен да, мысалы қазақтарда мысалы кезінде тарихымен мақтанады да, мысалы мына елбасы айтты, мына президентіміз айтады да, ойбай біз келгенде былайдай болып, мынандай болып. Мысалы сенің айтқаның мысалы осы шайтас дейді, кезінде болды. Ал сен қазір неге қылмайсың? Мысалы сенікі қосылса, мысалы айтады да, біздің мына президентіміз, мына Тоқаев мырзамыз айтады да, президентіміз да, қазақша сөйлеңдер дейді, мына жаққа ана орыс аудиторияға басқаша сөйлейді. Ол неге? Мысалы сенің айтқанға мен қоссам, негесі мен де қараймын ғой бәрін. Мен де мысалы осы жердің менде сен сияқты патриотым, мен де өзім Қазақстан елімді, қазақ тілімді, қазақтың қыздарын мен жақсы көремін. Мен де қаламаймын, мен халқым орыс болып кеткеніне. Мысалы қарада, орыс империясы 200 халықты, 200-ден үлкен халықты жоқ қылып жіберді, бәрін орыс қылып жіберді, қазір шығып жатыр. Кеше Ермек Нарымбайдың каналында Шеврюк деген халық шығып жатыр да. Ондай халықтар көп. Білесің да, өзіңде қанша халық құрып кетті да, тілдерімен, дәстүрімен да. Енді қарада, бізде мысалы арабтарда айтады да, арабтарда сөйтіп тап соларына орыстар сияқты қырын халықты құртып жіберді. Біздің кітабымызда әлгі арабша оқисың да, болды. Біздің тілде, біздің неде болды, тілін ұмытқан адам болды, бәрін ұмытады. Тілді ұмытқан адам бәрін ұмытады. Сондықтан мен айтамын, қазақ еліне. Бізде бауырым, бізде бұлайда қазір бұлай айта береді, ата бабамыз батыр болған, біз қазір егерде нанды Наташадан қазақша сұрай алмасақ, қазір оның не керегі бар? Бұрын болған, олар болып жерімізді алып берген бізге. Ол бұрын, ол өтіп кетті, қайтып келмейді. Дұрыс сен айтуың, дұрыс. Бұрын ол. Мен өзім, Қуат бауырым, мен сені алдынан бері мен өзім осында ұлтшыл адамын. Мен оқыған, тоққан адам, қиын орысша оқыдым да, сонда мен орысша білмеймін, мен қиналған адамын. Қиын қазақтар қиналды Алматыда. Дүкенге барса қазақша сөйлесең, мысалы мен ауылдан балған адаммен саған қарайды, африканец сияқтысың. Мен орысша білмеймін. Мен орысшаға экзамен тапсырдық қой біздер, кім Қуат бауырым, Қазақстан бәрі тыңдап тұрмай, экзамен тапсырдым ғой, орысша тапсырдық, қазақша тапсырдық та, оқысақ, орысша. Күнде екі аласың, күнде. Анау дым түсінген жоқпыз. Басында анам бәрімен жаттап алатын ол, түнімен ұйықтамай бар ғой, түнімен ұйықтамай. Сонда университеттен бүкіл орыстар шығып атты, қалай оқу үлгерімі жаман деп. Ал біздер қазақтар ешбір қазақ шыққан жоқ. Біз несі жаттап алатын болдық олар тілдерін. Бір жылдан кейін кәдімгідей орысша жақсы сөйлейтін болып шықтық. Кәдімгі орысша бітіріп шықтық, дипломымыз бар. Мысалы да қарада, біздің қазақтардың сатқындығына жын кетті, мысалы да, олар ойламайды да, қалай олар сенің ата бабаңды саған бір-біріне жегізді, балаңды, или әжеңді, әкеңді же, олар шығатты сосын барып, олар орысша сөйлейді. Қалай олар сатқындар ғой, былай қарағанда, Қуат, сатқындар. Бәрі де сатқындар. Өзің бізге орыстар емес, коммунистер ғой. Енді оның енді Кремльде бәрі енді сол Иван Николай, манағыда басқа ұлттар отыр, бәрі коммунистер болды. Бауырым, рахмет. Мен бүгін мынау Тілмайдан белсенділері төртеуін жұмыстан қудалады, біреуінің ісіне іс қозғады, біреуі қазір Түркияға қашып кетті. Нағыз күресіп жүрген шынайы адамдар, мынау қалғандары жай өтірік типі күресіп жүргендер. Шынайы мен оларды ашық айта алмаймын, менің жігіттерімді қалай қудалап атқан. Мен бүгін соларға қарап... Қуат сосын, мен саған мынандай әңгіме айтайын, мысалы сен ютубта чат рулеткен шығасың, орыстармен, Қазақстан орыстармен да, мысалы олар біздің тілдермен. Сен оларға мүмкіндік бершейші, оларды айтсын, не айтқысы келетінін. Олар боқтайды ғой балағатты.
айта берсін, ол сенбес қой боқтап жатқан, айта берсін. Ана халық айтады да, мысалы, анау ана көрдің ба, мен мысалы спорласам ғой мына жұмыста, орыстар айтады да, ана сен қуатың ба, ана айтқызбай жатыр, неге айтқызбай жатыр деп. Неге айтқызбайды деп. Мен айтамын, ол не айтқызады, оны білеміз, ол не айтады, атбасарды біз салдық, ананы біз салдық, ана бит болды, ол айтады деп. Жоқ, сонда да ол айтып өребеді дейді да, мына бізде мына шовинистер көп, кім бауырым, Атырауда да көп па, Атырауда да? Ау. Атырауда да көп па? Жоқ, Атырауда жоқ. Атырауда бар ғой, ол біздерге білдіртпейді. Атырауда бәрі қазақтар ғой. Бірақ қазақ болғанда қалай? Бізде қазақтар патриот емес қазақтар. Түсініпсің ба? Патриот емес. Мен үлкен кісілермен сөйлесем, біз қазақ осыны әңгіме айтып отырамын ғой. Олар айтады, қайда қазақ деп, біз қайсақпыз деп. Бізде кезде сен не тарих көрмейсің ба не? Бізді қайсақпыз деп. Кәдімгі маған қарай ұрсады. Біз қырғызбыз деп. Маған кәдімгі жарымдарды айтады. Жандық кәдімгі біздің үлкен 59-60 жылда кісілер сөйтіп көрсетті маған. Жарайды, бауырым, қазақ халқына не айтасың? Міне рахмет, міне қорықпай қолдайтындар ғой. Мен айтам, қазақ халқы, сендер ұлы қазақ халқысыңдар, сендер ұлы қазақ халқысыңдар. Тілдерің үшінші орында тұр да, өте мәдениетті, өте не айтсаң да бір сөзің сен қырғы мағына білетін өте бай кісіңдер да. Сендердің мысалға айтқан тарихтарың өте бай да. Сендерде қазір тек қазақ халқы өз-өзін тек қорғау керек болды. Мына Қуат бауырым, мен мың алғыс айтамын да, мына Қуат бауырыма ертең, мен айтты демеңді, ертең Астананың төрінде ертең ескерткіш орнатамыз мына Қуатқа. Ертең қазақ халқы енді бұдан болмай құрып кетпесе, Қуатқа, басқа адамдарға, осындай мына Роза апайға да мен сыйлаймын. Мысалы, сондай мына Жұлдызай бар, сондай адамдарға ескерткіш қою керек. Неге десең, мына біздің қазақ халқы құрып кетеді, мына бәрін тыңдайды да, ақша, ойбай, семья, бала деп жүр, өздері кім болып кеткенін білмейді. Халық өздерінің тілдерін жоғалтып, салт дәстүрін жоғалтса, болды, оны әрбір келіп басып алады. Есің, бір халықты қазақ халқын екіге бөліп салады. Бізде мысалы қазір халық мысалы бір көрші мемлекеттер шабуыл жасаса, бізде бөлініп жатыр қырғынға. Қара, біріншіміз қазақ болып бөлініп жатыр да, екіншіміз орыс болып бөлініп жатыр да, үшіншіміз араб болып бөлініп жатыр да. Қара, көшеге шық, қазақтар араб болып кеткен. Бет ауыздан жауып алып, нен жауып жүр да. Жоқ, мен қарсы емеспін арабтың несіне, дініне. Біздің Кенесары ханда, мен ханымды, Кенесары хан жақсы көремін да, бәрі де намаз оқыған, не істегенде, оған қарсы емес. Жоқ, неге олардың бізге салт дәстүрін алып береді? Біздің қазақтың салт дәстүріміз бар ғой өзіміздің. Мен соған қарсы, неге киімін алып береді? Біздің не киіміміз қазақтың киіміне бәрін ашып жүр ма не? Орыстар сияқты бізде бәрі жауық, күшті бізде. Оны неге істемеске? Сондықтан қазақ халқы өздеріңше болып, мына ойлайсыздар ма сендер мына орысша сөйлегенге, не істегенге, мына ойбай, мен күшті білімді деп ойланды? Жоқ. Біз сияқты адамдар ойлайды, сені орысша сөйлесең, мынау орыс құл екен ғой деп. Естеріңе сақтап алыңдар. Мен сендерді орыс құл екен деп, орысша сөйлейтін қазақтарды мен еш уақытта сыйламаймын. Мен сондай, мен сияқты адамдарды, қазақтарды тап соған шақырамын. Мысалы, Индияны қалай Ұлыбританияда әлемдегі ең ұлы империя Ұлыбританияда, екінші ұлы империя бұл қазақтар болғанда, біздің ата бабамызда қағанат болғанда, кезінде білесіңдер да, сақтар нелерді, ғұндар, қараңдар, сол Ұлыбританияны құлатқан қайда жоқ, апар ашасы жоқ адам. Ашасы жоқ адамда, Магатида білесіңдер, бізге ондай керек емес қой, бізде егемендік бар, қазақтар тек сендерге қазақша сөйле. Өзіңді айнаға қарашы, айнаға қарады, мынандай айнаға қарады, өзіңе қараңдар, кім екендеріңді қараңдар. Өз-өзіңе сен түсінбесеңдер, онда Санкт-Петербургке барыңдар, шовинистер іздеңдер, шовинистермен сөйлесіңдер, сонда саған айтады кім екеніңді. Орыс тілді, орыс болып кеткен қазақтар мен сендерге айтамын. Орыстың шовинистермен сөйлесіңдер. Мына Ермек Нарынбай сөйлеседі орыстың шовинистермен. Солармен сөйлесіңдер, сонда сендерге олар айтады, сендер ешкім емессіңдер олар. Сендер оларға жай ғана құлсыңдар. Сендер еркін қазақ. Чуркасыңдар, черножопыйсыңдар. Черножопый дейді, танал дейді. Анау дейді, мынау дейді, сосын бізге айтпайтын сөз жоқ қой. Біздер енді тарих қарап тұрсаң, Британияда бәрі де басып алған елдердің бәрі ущемление прав человека болды да, мысалы. Біздер, мысалы, қазақтарды тап солаймыз. Біздерде олар негрлер сияқты көреді. Негрлер сияқты көреді. Мысалы, біздер әскерде жүргенде, әскерде біздер қазақтар кәдімгі бәрін жыртып да, бүкіл орыстың балалары бәрінде қарасаң да, мен сонда ойлаймын да, неге біздер қазақтар солаймыз деп та, ол біздің ата-баба генетикада
бірақ өткен керек бәрі орысша сөйлейді армияда. Бәрі орысша сөйлейді қазақтың балдары. Бәрі орысша біткен. Не керек оның? Жақсы ана батальон ұстаған, рот ұстаған, не керек? Бәрі орысша сөйлесе, орыстың идеологиясы болса. Не керек? Мен айттым талайын, ей, сендер орыс болып кеткенсіңдер ғой деп. За ВДВ деп тельняшка жыртса, ондай қазақтың не керегі бар? Соны айтам, ана мен алғанда ана әлгі бұрынғы ана Совет Союзының сен айтқандай жұлдыз салаты ол не? Қазаққа арақ керек емес, қазақ халқы ойланыңдар, тіріліп алыңдар. Ең арақтың, наркотиктің ең жаманы героин. Героинмен бірдей тұрған алкоголь, арақ тұр. Қазақ халқына арақты бәрін алып тастау керек. Болды, керек емес бізге. Жарайды, улап, бізге темекіді керек емес. Қазақ халқы күшті халық. Неге соны түсінбейді біздің халық? Мен түсінбеймін соны. Неге өз тілінен ұялады? Күшті тіл біздің тіл. Мен өзім кәдімгідей қуанам өз тілімше. Бауырым, рахмет. Әдемі ролик болды. Сәлем айт бәріне. Қазақша сөйлеуге қорықпасын, тіл майданға қосылсын. Қазақтар, сендер батыр халықты ұрпақсыңдар, онда кім? Манады қорқады қазақша сөйлеуге, қазақша нан сұрауға, Қуат Батыр айтқандай да. Онда сендер айтпай ақ қойыңдар, қазақпын деп. Сендер айтыңдар өздеріңді, біздер қазақпыз деп. Қазақпыз деп айтыңдар, қазақпын деп айтпаңдар. Қазақ қашан қорқақ болып, өзің ойлап болыңдаршы. Мынандай үлкен жерді қалай біз сақтап қалдық, қорқақ болсақ, өздерің ойлап барыңдар. Біз қорқақ халық болсақ, қараңдар да, ЮНЕСКО таңғалады да, Еуропада, құтақанды Еуропада әрбір жерден бәрібір басқаша тілдер сөйлейді да, бізде қарады. Мына Атыраудан бастап, Маңғыстаудан бастап, ана Петропавлды қара, или Алматыны қара да, бәрі қазақша сөйлейді. Бір тіл, бір не, салт, дәстүр. Қалай түсінбейді еуропалықтар, түсінбейді, ЮНЕСКО түсінбейді. Ал соны біздің қазақтар да түсінбейді. Біз ұлы халық екенімізді баяғыдан мойындау керек. Мына орыстың мысалы империясы 200 ұлтты құртып жіберді, бәрін орыс құртты. Қанша ұлтты құртып жіберді? Олар бір ұлт, бір этнос жасады, олардың ана хандары, патшалар бәрі неміс болды. Оң алдында кілең бәрі қазақтар болды енді, татарлар дейді ғой. Енді біздің нелер ғой. Мен айтамын, қазақ сендер батырсыңдар, болды. Еш уақытта қорықпаңдар. Мына Қуат бауырымды қолдаңдар. Қуат қазақтың жігіті, ол қазақ үшін істеп жатыр. Кім қорқады, онда қазақтың деп айтпаңдар. Қазақ тек қана балдарыңа қазақтың атын қойыңдар. Арабтың, басқа ұлттың атын қоймаңдар. Тек қана қазақтың салт дәстүрімен жүріңдер. Болды. Біз ұлтпыз, біздің жеріміз тоғызыншы орында тұр. Біз күшті халықпыз, соны түсініңіз. Біз әдемі халықпыз. Көшеге шығып қараңдар, қыздарың қандай әдемі, қандай жігіттерің қандай әдемі. Біз неге басқа ұлтқа еліктеуіміз керек? Еліктеңдер, жақсы еліктесе, жоғардағылар еліктей берсе, миллионер, байлар, манағыдай чиновниктер, оларға бәрібір олар бай адамдарға тілде керек емес, дәстүрде керек емес. Но біз халық, бізге керек ол. Бізге керек. Біз ешқайда кетпейміз осы жерден. Бізді қуса да, бізді қазақты аршашықпен қырда да, жойса да, біз бір-бірін жесек те ешқайда кеткен жоқпыз. Мен өз жағын ешқайда кетпеймін. Қазақ халқы Қуат қазір барда батыр осында Қуат бауырым өз-өзін сендерге қазақ тіліне беріп тұрғанда сендер оны көтеріңдер. Сендер көтермейсіңдер. Қуаттан айырып қалса да кім сендерді көтереді? Өздерің ойлап қараңдар. Бастарың болса кім Қуаттан басқа шықты? Жақсы апаларымыз бар. Қуат сияқты көп мынандай әлемге таратқан ешкім жоқ. Қуаттың астына да қазақ айтқанда батыр деп қойған. Қуатты мен батыр деп ойлаймын. Қуат сен батырсың мен үшін. Рахмет бауырым.